Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін де амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді біз ылғи айтып жатамыз, ата-ана деген баланың тұңғыш реткі ұстазы. Ата-ана балаға жақсы бір үлгі болу керек деп айтамыз ғой. Кеше мен сырттан бір заттар алып келе жаттым. Сол кезде бір жағдайларды көріп қалдым. Бір анасы мен баласы бір машинадан түсіп жатыпты, таксидің ақшасына келіспей қалған ба, анасы мен көлік жүргізіп отырған кісі екеуі дардай керкілдесіп жатыр екен. Ол таксиді жүргізетін кісінің жасы сәл үлкендеу адам екен. Сонымен әйел кісі, енді баланың анасы, сондай жаман бір сөздермен иянаттап, балағаттап солай істеп жатыр кісіні. Енді бір үлкенде ақшаның жұмысы емес па деп ойлаймын енді. Бірақ сол бала көзі бажырайып анасына қарап тұр. Сонда енді сол бала не қабылдап тұр мысалы. Бала бізден қабылдайды ғой. Көп нәрсені бізден үйреніп өседі. Біз өзіміз оған солай бір нені білдіріп тұрсақ, бала ойлайды ғой, осылай болу керек екен ғой. Адамдар арасында қатынас осылай болады екен деп ойлайды ғой. Одан кейін бір жарнамадан көрген едім бір кезде. Әкесі мен баласы тамақ ішіп отырады, сонымен бір тамақ дұрыс шықпай қалама, даяр шыға, әкесі үстелдің үстін ұрып тұрып қолымен көзінен шұқып сөйлеп жатады да. Енді соның өзі де дұрыс тәрбие ма? Сол кезден бала әкесінің сол әрекетіне қарап, ол да үстелдің үстін ұрып, былай қолын шұқып сондай әрекетті дорап істейді. Бала біздің әрқандай ісімізді дорайды, үйренеді сөз әрекетімізден. Сонда енді солай істесек біз баланы қалай жақсы тәрбиелей аламыз? Сол секілді енді басқалармен қалай қарым-қатынас орнату керектігін, басқаларға қалай мәміле жасау керектігін, елдер өзіне қалай мәміле жасап тұр, соның бәрін бала ата-анасынан үйренеді ғой. Ата-анасы оның айнасы секілді. Мысалы, мен және де бір әңгіме естіген едім. Осы бір қыз бала бір үйге той жасап барады екен. Сол кезде ол атасы мен апасының қарым-қатынасын көріп жылайды екен, таң қалады екен. Ой тәуба, бұл өмірде әсілі осындай да қарым-қатынас болады екен-ау деп. Өйткені ол үйінде ылғи әке-шешесінің керкілдескенін, әке-шешесінің бір іске келісе алмай бір-біріне айғайлап солай сөйлесетінін көріп өскен қыз бала екен. Ал енді ата-апасы болса, әрқандай істі, кішкене іс болса, ақырын сөйлесіп, үлкенде іс болса, оны шешу жолын тауып, сондай жақсы отырып бір келісімді түрде, бір сондай жағымды түрде айтып шешеді екен. Соны көріп жылаған екен. Сонда енді баламызды сондай бір күйге түсіріп қоймай, және де өзімізді тәрбиелеу мәселесіне келіп түсеміз. Өзімізді жақсы тәрбиелеп, баламыз үшін, баламыздың жақсы тәрбие алып, кейін сондай бір жағдайды көріп үйіріле салмай, бір таң қалып, осылай болады екен ғой дегізбей, бір өзімізден бастасақ деп ойлаймын. Кейін енді балаңыз әке-шешесінің есін алған кезінде сондай мақтанышпен, менің әке-шешем осылай еді, мен де осылай болдым деп сондай мақтанып отырғанын қалайсыз ғой, әрине. Сол үшін біз өзімізді тәрбиелесек, семьямызда бір-бірімізге жақсы сөйлесек, бір-бірімізді құрмет етіп, ақырын сөйлеп, бәрін нәрсені ақырын сөйлеп шешсек, егер қатты сөйлеп қойған кезіңіз болса, оны шынайы түрде балаңыздан кешірім сұрап, бұндай әрекеттің дұрыс емес екенін білдіріп, мысалы, бұлай істеу қате балам, біз енді өзімізді баса алмай қалдық. Біз шама бар өзімізді басып, жақсы сөйлеуге тырысамыз. Біз бәріміз солай істейік деп балаңызға да құрметтетсеңіз. Біз көп санды жағдайларда ата-аналар баланы бір кішкентай орынға қоямыз да, ол не біледі деген ойда, ол ештеңке біліп жатқан жоқ деп ойлап қаламыз. Бірақ осы кішкентай жүрегіне бәрін алып жатқанын, содан оның кейінгі болашағына өте үлкен тәсір ететінін біз ойламай қаламыз. Сол үшін енді солай істесек, тым болмағанда сол екі адам, ерлі-зайыпты екі адам бір-бірімізді құрметтеуден бастасақ, бір-бірімізді түсіріп сөйлемесек, көтермелеп тұрсақ, мүмкін енді кей кезде әкесінің расында да уақыты шықпай қалады. Сол кездерде мамасы, ой, әкең уақыты жоқ бізге қарайтын деген секілді сөзді айтпай, әкең сыртта осындай ақша тауып жүр,
біз үшін өстіп бізге жақсы тұрмыс әзірлеп беру үшін сөйтіп жүр деп, одан кейін ақырын өзіңіз күйеуіңізге біз осы аптада балалардың жанында болсақ деген секілді сөздерді айтып, және де әйел адам өте үлкен рөл атқарады деймін бұл жағында. Одан кейін енді ер кісілерде барынша әйеліңізді құрметтеп, үйге келген кезіңізде телефон көрмей, балаңызға сол жағынан үлгі болсаңыз, бітті біраз болса да, әкем маған ғана айтпайды екен ғой, өзі де көрмейді екен, өзі де істей алады екен осыны дегізсеңіз балаңызға, содан біраз үлгі болсаңыз деймін. Сол үшін баламызға жақсы үлгі болайық. Бәрлеріңізге сәттілік тілеймін.